мына ортамызда бүгін Гүлнар жоқ. Гүлнар көп сәлем айтып жатыр бәрімен. Той жақсы өтсін деп тілектес болып жатыр. Райляш, Дәмегүл, сендерге де тілектес болып жатыр Гүлнар. Енді ол Гүлнардың себебін естіп жатсыздар, чаттан оқып жатсыздар, келе алмаған себебін. Сондықтан Гүлнардың отбасына біз бәріміз де сендердің аттарынан ендігі жерде жақсы той болсын, оның отбасында деп тілейміз. Гүлнардың отбасында. Енді ол да көңілі ғой, 65 жыл қашан болады екен, сонда барсам екен деп. Оның өзі көрдің ба? Қандай ол? Арзан. 65 бола берсін. Құдай 65 бола берсін. Құдай соған жеткізсін. Енді Гүлнардың қандай көңілі